Осы біздің қасиетті жерлеріміз, Мекке, Мәдина қалалары неге осы қатты белгілі бір жамағаттардың ықпалына кетті? Аса антакраху шайъан фахуа хайрун лакум дейді Алла Тағала. Сендерге ұнамсыз көрінген нәрседе сендерге хайыр бар дейді. Неге? Өйткені Алланың хикметі, даналығы бұл өте орынды. Себебі қараңыз, Мекке, Медина біздің ең сакральный, қасиетті, көп дүниелер, сакралды көп дүниелерді қамтыған мекен бұл. Ислам тарихында. Ол жерде қаншама сахабалар қалды. Қаншама сахабалардың қабірі бар. Пайғамбарымыздың өмір сүрген, тұрған үйі, отырған жері, су ішкен құдығы, көлеңкелеген талы деген секілді өте көп дүниелер қалуы мүмкін. Бірақ егер біз осындай қаттылық танытылмағанда сол екі қасиетті жерде мұсылмандар Кааба менен пайғамбардың мешітін былай қойып, 10 күн қажылыққа барса, 9 күні басқа жерлерді зиярат етумен өтіп кетер еді. Әртүрлі анау қасиетті, мынау қасиетті, ана жер ештеңе жоқ. Бәрін тексеп саған жоқ, таппайсың. Қабірлердің өзіне қатаң ескертулермен жалпы бір доступ бермеген. Неге? Бірақ өте жақсы. Сенің бүкіл ойың, концентрация Қағбада болсын болды. Басын қатырма сен. Басқа ол ана Нұр тауы, Сәуір тауларына да жол салмаған еді кезінде. Адамдар өздері салып алған. Ол да маңызды емес саған. Сен өзің аз уақытқа келесің, оның шаршап шалдығып Нұр тауына барасың, келіп бір күн ұйықтайсың. 100 мың Қағбаға барып намаз оқу харам мешітінде 100 мың намаздан артық, сен содан қалып қоясың мысалға.